Сәлем достар, бүгін біз қоспаның тағы бір түрін дайындаймыз. Сөк қосылған қоспа немесе жент. Бізге қажетті нәрселер: 150 грамм сары май, ерітуге қоямыз, 100 грамм сүт, 75 грамм сөк, салқын сумен жуып аламыз алдын ала, 150 грамм қант. Менде ұсақ қант таусылып қалды, сондықтан осындай қантты да қолдана беруге болады. 150 грамм талқан, 150 грамм ірімшік. Майды ерітеміз және еріп жатқан кезінде қантты салып жібереміз. Мұнда қант түгел еру керек және оның бетіне сүтімізді құямыз. Араластырып қоямыз. Жылдамырақ ериді сонда. Май еріді, қант та еруге жақын. Өте аз түйірлер қалған кезде, түйірлер өте аз қалды, міне көріп тұрсыздар. Сол кезде мұндағы жуылып тұрған сөкті саламыз. Араластырып 2 минуттай осы ыстық май мен сүттің ішінде ұстаймыз. Пешті өшіре берсек болады. Терең ыдысқа талқанды саламыз. Сондай-ақ ірімшікті салып араластырамыз. Мына жердегі ірімшік ұсақ ірімшік және ол біркелкі болу үшін ет тартқыштан өткізілген. Осындай біркелкі ірімшік алу үшін ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Егер ірімшіктің қазір қызыл ірімшік деп аталып жүр, бұл негізінде ірімшік оның атауы. Қалай жасалуын білгілеріңіз келсе, төменге білгіміз келеді, ірімшіктің қалай жасалуын деген сияқты пікірлер қалдырыңыздар. Пікірлердің санына байланысты мен алдағы уақытта видео рецепт түсіремін, немесе тек қана пост қылып жазам ба. Оның қайнатуы ұзақ уақыт алады. Сондықтан пікірлер көп болатын болса, мен міндетті түрде видео түсіремін. Қайнап жатқан сөк салынған май мен сүтті дағы араластырған қоспамыздың үстіне құямыз. Бұл біраз сұйықтау болады. Қоймалжың біркелкі масса болғанша араластырамыз. Саламыз. Кішкене су тамын мен полиэтиленді қалтаға салмас бұрын 15 минутқа осылай қалдырамын. Суылған қоспамызды мен полиэтиленді қалтаға салам. Және осылай қалыпқа келтіреміз. Осылай мұздатқышта міндетті емес, немесе тоңазытқышта сақтаймыз. Сөк қосылған қоспамызды мен мұздатқышқа салып кеттім. Сонымен қазір 4 сағаттай уақыт өтті. 10 минут бұрын шығарып қойдым. Және оны қазір кесіп көреміз. Бұны сондай-ақ мұздатқышқа салмай тоңазытқышқа салсаңыздар да болады. Ол кезде жібітудің қажеті жоқ. Осылай пышақпен кесіп ала бересіздер. Осындай жентіміз немесе қоспа деп айтуымызға болады. Дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар.